6. Адам баласының қадір қасиеті біліммен, ақылмен екендігі айтылады. Адамды хақ жаратты да ескерді, оған ақыл білім өнер ес берді, көңіл берді, әрі тілін тербетті, ұят берді құлық келбетті. Ділін оңдап, ерік берді тіліне, ұят берді, қылық құлық тініне. Білік берді, адам бүгін жетілді, ақыл берді, талай түйін шешілді. Кімге құдда берсе білім, ақылды, қолы жетіп алар ол-мол асылды. Ақылдылы біл, білімді, білікті, қонсы екеуі ұлы етер жігітті. Ақылды ұлық, білікті ұлы қарасаң, екеуі ұлы етер құлдың сарасын. Бұл сөзіме куә мұндай сөз де бар, сөзді естіп аларыңды көздеп ал. Ақыл қайда болса ұлылық толады, білім кімде болса сол білікті болады. Ақылды ұғар, білімділер біледі, түгел болар білімді есті тілегі. Білік мәнін біл, не дейді білген ер? Білім білсең, бәле жүрмес іргеден. Білімсіздер бар кеселді көреді, ем демесе тектен текке өледі. Надандарды дерт пен бәле үйірер, ем демесе ерте сөніп күйінер. Кел, ай надан, дертке дауа жасағын, надан білім алса құты тасады. Ақыл бұйда ере түссең жетелер, сансыз арыз тілегіне жетер ер. Ақыл болса пайдасын ер көп көрер, білім білсе әзіз тірлік өткерер. Ақыл күллі ісіңді алып шығатын, бұл біліммен көрер бектер мұратын. Күллі ісіңді ақылыңмен баптағын, уақытыңды біліміңмен сақтағын.